Аринова Дамиш Ариновна, Жанарқанын іскер әйелдері қоғамдық бірлестігінің төрайымы, Биминда Малбеков атындағы Тірек мектебінің география пәні мұғалімімін. Мен өзім ұстаз болғаннан кейін ұстаздың бос уақыты аз ғой. Бірақ соған қарамастан көп уақытым осы қоғамдық жұмыспен айналысамын. Енді еріктілер деген ол үлкен дүние екен. Еріктілер ол бертінде пайда болды. Мен ойлаймын, себебі қоғамның өзі қажет етті осы еріктілерді. Еріктілер көп нәрсені жасай алады. Бұл енді мамандық емес, бұл адамның өзінің жүрегінің үлкендігі. Жалпы Қазақстан бойынша қазір өзекті экологиялық мәселелердің бірі ол ауаның ластануы, өзен көлдердің ластануы. Ал енді мына біргеміз таза әлемде биыл бірінші рет грантқа қатысып, осы жобаны ұтып алдық. Біздің жобамыз, қазір іске асырып жатқан жобамыздың аты этно-эко-ауыл экологиялық тәрбиенің көзі. Бір ауыл, кішкентай ауыл өзі бір экологиялық таза болса, экологиялық мәдениетті адамдары болса, ол ауылдың болашағы зор болады деп ойлаймын. Ынтымақ ауылы өзі ықшам тұр, мынандай үлкен жолдардан тыс. Сонда ол жерде қандай экологиялық проблема бар? Сол ауылдағы жастармен, оқушылармен, ұстаздармен осы жобаны іске асырып жатырмыз. Бірінші 4-ші сынып оқушыларының арасында экологияға байланысты менің ауылым таза ауыл деп сурет көрмесін ұйымдастырдық. 5-6 сыныптарда өсімдікке байланысты акция өтті. Менің гүлім деген әр оқушы өзінің гүлін алып келді. Ата-анасымен бірге қосылып, жаңағы гүлді қалай отырғызу керек екен, сол барлық сол акцияны жүргізді сол мектепте. Сонымен қоса үлкен сыныптарда біз дебат ұйымдастырдық, тренинг, экологиялық мәдениет деген не. Сонымен қоса экосенбіліктерге де қатыстық. Енді алдымызда тұрған экофестивальдің жабылуы және де ұлттық тағам, экологиялық тағам деп аталған үлкен көрме тұр. Иә, осы экофестивальдің аясында жаңағы флешмоб, суреттер көрмесі, фотомонтаж, осы біргеміз таза әлем жобасында да келесі жылы қатысамыз.